Күйеуімнің көзіне шөп салам деген ойым түгіл түсіме кірген емес. Оған қыз болып келгенмін. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі баяндалатын әңгіме күйеуім екен деп қалдым. Жаза басқан әйел біреудің өзін бопсалап жүргенін айтып баяндайды. Қап-қараңғы жерде қатар-қатар жатырмыз. Теріс қарап жатқан мені күйеуім қапсыра құшақтап алды. Қолын итеріп жібердім. Қонақтардан ұят емес пе? Тағы да қолын созды. Аямай салып жібердім. Енді ол төменгі жағыма көшті. Берілмесе болмайды. Істі тез-тез тындырып ұйықтаса екен дедім. Бір уақытта басталып кетті. Екіленген сайын қарулы қолдары кеудемді қыса түсуде. Ернімді тістеп алдым. Дыбыс шығаруға болмайды. Қымтырлыс сәтте болған соң ба, маған ұнап барады. Шып-шып етіп тер шықты. Денем балқып барады. Ах деп дауыстағанымды өзім де білмей қалдым. Ұят-ай деп көрпеге басымды тықтым. Бір уақытта барлығы қалың ұйқыға көшті. Мен көрпені ақырын сырғытып тысқа шықтым. Жуынып алайын дедім. Ал орныма қайта оралғандағы көрініс төбемнен суық су құйып жібергенімен бірдей әсер етті. Табалдырықта мелшидім де қалдым. Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Дулы кеш аяқталып, еркектер қайта-қайта далаға шыға берген соң, дастарханды жинап, төсек салғанмын. Бәрі ішсін доғарып, жатып тезірек ұйықтап қалсыншы деп ойладым. 2 бөлмелі үй. Өз төсегімізге Көкшетаудан келген күйеуімнің досын әйелін екеуін жатқыздым. Ал қалғандарымызға қонақ күткен кең бөлменің жеріне көрпе төседім. Табалдырыққа таман күйеуіміз екеуміз жатамыз деп қойдым. Солай еттім де сырттан досымен құшақтаса кірген күйеуімді бергі жаққа алып ұрып жатқызғанмын. Жанымда күйеуім. Иә, бұған дейін солай болды деп ойлағам. Бірақ жуынып келгенде менің қасында күйеуім емес, оның досы жатыр екен. 2 қолын жоғарыға созып, рахаттанып жатыр. Сонда мен күйеуіммен емес, мынаумен болғанмын ба? Өз ойымнан өзім шошып, жеркеніп кеттім. 2 бөлмеге жапсарлас тамақ пісіретін аядай қуысқа келіп отырдым. Мүмкін мен жаңа далаға шығып кеткенде екеуі орын алмастырған шығар. Осылай деп өзімді алдаусыратуға тырыстым. Бірақ төсек қатынасын алдай алмайсың ғой. Ол жағы күйеуіме ұқсамайды. Кеудем емес, ол шашымен алысып кетуші еді. Миым әбден ашыды. Бетімде дуылдап барады. Не істеп қойдым деген сұрақ ішіме жегі құрт болып түсті. Бұдан кейін қалай ұйықтайсыз? Күйеуімді оятып алып сұрағым да келді. Бірақ оны ана арадан қалай сүйреп шығамын? Сөйтіп, бақырайған көзбен таңды аттырдым. Мұндай ұзақ түн менде болған емес. Ақылап қонақтар тұрды. Еркектер жағы басым айлап қояды. Шайды баяғыда сақырлатып қайнатып қойғанмын. Түннен қалған етті сорпасымен жылыттым. Барлығы дастарханға отырды. Қас қылғанда әлгі менің жанымда жатқан маған қарама-қарсы отырып алыпты. Көзіне тіке қарай алмадым. Ал күйеуім әлі аунап жатыр. Тамаққа шақырғанда қатты ауырып тұрмын, мазаламашы, деді. Түсте қонақтың барлығы кеткенде арқамнан бір жүк түскендей болды. Өмірімде қонақтан тез құтылуға болар асығып көрмеп едім. Кетіп бара жатып әлгі шипыт сары белімнен қызып қалмасы бар ма? Қаным басыма шапты. Кетшей, басың істеме деп баж ете түстім. Ербеп қарап қалыпты. Тулағыш болсаң түнде неге солай туламадың деген шығар ішінен. Бірақ бір уақытта бетін жыбыр еткізді де, ол да қонақтардың соңынан шығып кетті. Содан күйеуімді айналдырдым. Түк білмеймін, басым-ай басым дей береді ол.
Оған енді қалай айтамын? Айтсам маған орден тағып медаль береді ме? Қой, ақымақ болма, ешкім білмейтін сияқты. Бәрі мас болған. Өз ішімде қалсын сол түн деп шештім. Бірақ айтқанға оңай. Өң жоқ, не түс жоқ, бір апта есеңгіреп жүрдім. Бірақ уақыт өте келе бәрі ұмытыла бастағандай болды. Бұрынғы өмірімнің күйбең тірлігі. Қандай жақсы, миың тыныш. Бір күні күйеуім Астанаға командировкаға кетті. Сол күні кешкісін ши бұт сары салып ұрып жетіп келіпті үйге. Күйеуімнің жоқтығын айтып, есікті ашқан күйі табалдырыққа қайқиып тұрып алдым. Ол мені итере-митере үйге кіріп, құшақтап көтеріп алды. Есім шығып кетті. Айғайлайын десем, ана бөлмеде балалар, ұрлық жасап жатқан адам сияқтымын. Ол қолынан ұстап сыртқа қарай сүйрелей жөнелді. Мен көндім. Не де болса, мәселені далаға шешіп алайын дедім. Үйдің бір қалтарысына апарып, ол мені аймалауға көшті. Итеріп жібердім. Короче, басты қатырмай тайып тұр. Ары қарай мені сөйлетпеді. Ерні келіп, ерніме қадалды. Өз еркіммен берілмесімді білген ол зорлауға көшті. Тіпті зорлады да. Қақпа бар, әйтеуір ешкім көрген жоқ. Ызадан тұншығып жылап жібердім. Одан мені енді мазаламауын өтіндім. Енді бопсалауға көшті. Күйеуіңе айтамын деді. Айтсаң сен де, мен де тірі қалмаймыз, саған не пайда дедім мен. Ақыры ажырасып тынасыңдар. Бір таяқ жермін, есесіне сен мәңгілік мендіксің деп қарап тұр әлгі маған. Оны сөзбен жеңе алмайтынымды түсіндім. Жиі келмейді. Тек күйеуім жоқта осылай тұтқиылдан келіп зорлап кетеді. Біреуге айтсаң құрыды ғой бәрі. Ал мен күйеуімді сүйемін. Балаларыммен мәңгі бақытты болсам деймін. Ал ана шибыт сары әлі менің мазамды алып жүр. Ол келіп кеткен сайын бір өліп, бір тірілердей боламын.